Мынаны жігіттер, қыздар бір әңгіме айтайын тек отырғанша. Мына бір бүгін болған бір оқиға. Бағана інім ауылдан шығып Ұлытау жаққа келіп машинемен шығып бара жатыр едім дейді. Бір кезде алдымнан жолда келе жатыр едім, даланың жолы ғой. Бір құлын жүгіріп келді де алдыма тұра қалды дейді машина. Тоқтап не болды деп түссем, құлын алға қарай жүреді дейді. Түсінбеймін дейді, машинемен кетіп бара жатсам, құлын қайтып келеді дейді. Сосын бұл не болды деп құлынның артынан еріп отырдым дейді. Еріп отырсам, енесі ұйыққа құлап қалыпты. Сол барсам дейді, ұйыққа құлап жатыр, көршілердің жылқысы екен. Соны түсіп көтеріп, анақы нелеріне көршілерге звондап дейді, ауылдың ар жағындағы. Солар келіп, әйтеуір алып тұрғызып кеттім дейді, алып кетті дейді. Мен айтамын, мына құлынның өзі қандай, малдың өзінің. Қазір адамда жоқ. Мынандай керемет қасиет малда бар, жылқы деген малы қандай, құлынның өзі. Соны көріп отырмын да, сіздермен бөлісіп отқаным ғой. Сонда біз мал құрлы болмай кеттік қой адамдарда, мейірім жоқ. Мына қарашы сонда, қандай керемет.